Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Тагир мен Азат бауырымыздың жекпе-жегін көрген шығарсыздар. Қазіргі уақытта күллі әлеуметтік желілерде қатты талқыға түсіп жатыр. Неге? Өйткені үлкен әділетсіздік орын алған екен. Оны біздің қазақ көрермендеріміз ғана емес, бүкіл әлемнің жанкүйерлері қарап отыр. Азаттың жеңгендігін мойындап комментарийлерде жазып жатыр. Тіпті кавказдықтардың өздері де мойындап жазып жатыр Азаттың жеңгендігін. Көрініп ақ тұр жекпе-жек барысында. Батырға оң не сол не бәрібір деген сөз бар ғой. Қай жағынан келсе де күресі өтпей жатыр. Тагирдің Азатқа, Азат оны олай да бұлай лақтырып жатыр. Баршасы көріп отыр оны. Бұдан былайғы уақытта Хабиб және оның командаларының біршама абыройы түсті. Біздің елімізге келген кезде аяғын жерге тигізбей оларды қалай күтіп алушы еді. Енді бұдан былай дәл ондай қарым-қатынас болады деп ойламаймын. Біршамасының көздері ашылды. Қазақтан басқа ешкімнің жаны ашымайды және болыспайды. Осыны ең бірінші біз біліп алуымыз қажет. Миға түйіп алу керек бұл мәселені. Маған осы жерде ең ұнағаны қазақты қолдауы. Күллі осы посттардың астында Хабибтің және Тагирдің және кім тағы аттары келмеді, солардың соңғы шыққан посттарының астында қазақтың туы Азатты қолдап жазған осы қазақ жанкүйерлеріміздің комментарийлері жетеді. Бір қолдап жазған, сол маған қатты ұнады. Комментарийді толтырып тастағандығы сондай. Тагир және осы қателеспесем Хабиб біреулері комментарийді отключить етіп тастаған. До того уже болмай кеткен, комментарий жазбайтын қылып өшіріп тастаған. Керемет. Әрдайым бір-біріміз қолдап жүрейік. Осы тек жалпы төбелес қырғын осы салада ғана емес, бұл спортты мен қолдамаймын, мен қазақты қолдаймын. Бұл спортты негізі дінімізде қолдамайды, білесіздер. Құпталмаған спорт, бет жырту, жаға жырту деген темалар. Маған ұнағандығы бір осы қазақтың қолдап жатқандығы. Бұл салада ғана емес, күллі салада қолдайық, бүкіл салада қолдайық бір-бірімізді. Әлем көрсін, қазақ қалай қолдайтындығын әлем көрсін. Осы жалпы менің айтқым келгендігі. Баршаңызға амандық тілеймін. Жетер жетістіктеріміз әлі алда. Тәуелсіздігіміз баянды, ақыретке дейін жалғассын.